кредиті жоқ деген бұл күнге қалай жеттіңіз? Мен машина алайын деп неге барамын ғой автосалонға. Барсам, маған айтады, неңізді өткізіңіз, бүкіл құжаттарыңыздан мынау. Сосын мен айттым, жақсы. Барлық документтен өткізім, сізге одобрение болған жоқ деп. Не себептен десем, сізде кредит жоқ екен дейді. Сосын айттым, мен кредит жоқ, номер жақсы емес па десем, жоқ, сізде кредит жоқ деген сөз, сізде история жоқ дейді. Сосын мен айтамын, енді қайтан жақсы емес па енді, мен тап-тазамын, ешқандай история жоқ десем, жоқ, сіз дұрыс түсініп тұрған жоқсыз дейді. Сізде история болу керек дейді, чтобы сізге кредит одобрение беру үшін дейді. Сосын маған айтады, сізді фотоға түсіріп алу бола ма, сізбен бір естелікке фотоға түсіріп. Не үшін десем, мен дейді жаңа қыз айтады да, менеджер, мен бірінші рет көрдім дейді, мынандай адамды дейді. Нешедесіз дейді, 42-демін десем, 42 жылда сіз кредит алып көрмегенсіз ба дейді. Алып көрмеппін десем, қалай сіз осы уақытқа шейін осылай жеттіңіз дейді, кредитсіз деп. Сосын солай енді осылай болып қалды енді десем, сол жаңағындай болды енді. 42 жыл бірде-бір банкке кредит алмаған аға, мен де сізбен фотоға түсейінші. Фотографтар түсіріп жіберіңіздерші. Сіздің жолыңызды берсін аға маған. Мына ұстаңыз. Кредит жоқ дегенмен өйстіп сатсайық. Көре алмайтындар шапалақ соқпай ақ қойсын. Рахмет аға. Кредитқа жоламай ақ қойыңыз. Құрсын, кредиті құрсын құрығанда.